لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. Қажылықтың екінші күні Арафа күнінің де таңы атты. Бұл күні қажылыққа өз мүмкіндігімен келген мұсылмандар таң намазынан кейін Арафат аймағына тәлбияны айтып, жаяулатып жол тартса, ал қажылық фирмаларымен келген бауырлар кезегімен автобустарға отырды. Сағат 9-дан өте бірнеше көлікке жайғасқан Кәусар қажылық фирмасының сапар иелері де Минадан 7 шақырым жерде орналасқан Арафат аймағына беттеді. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Мына сары белгінің ішкі жағы Арафат аймағы болып саналады. Сондықтан қажылық өтеушілер ең бастысы бесін мен ақшам намазының аралығында осы сары белгінің сыртында қалып қоймауы тиіс. Бұл қажылықтың өте маңызды шарттарының бірі. Абдуррахман ибн Ямурдың былай дегені жеткен: мен Алла елшісінің, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, қажылық дегеніміз Арафат. Сондықтан кімде-кім Арафатқа үлгерсе, онда қажылыққа үлгергені дегенін естідім. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Қасиетті Арафа күнгі негізгі құлшылық бесін мен ақшам намазы уақыт аралығында Арафат аймағында тұрып, Алладан тілек тілеу. Сондықтан Арафат аймағына келген ұлы сапар иелерінің бір жартысы аса маңызды амалға ерекше дайындық үшін қазір тынығып дайындалып жатса, ал енді бір бөлігі Алладан тілек тілеуді бастап кетті. Бұл да болса олардың Арафа күніне деген ерекше ықыласын байқатса керек. Қараша айы болса да күннің ыстықтығы қазақ даласындағы шілденің күніндей. Бұл елден келген ағайынның денсаулығына әсерін тигізбей қоймайды. Сондықтан біз бірінші кезекте қажылық миссиясының дәрігерлеріне жолығуды жөн көрдік. Көбінесе мына қажылар енді жастар ұлғайған болғандықтан қан қысымының көтерілуі көп кездеседі. Тамақ аурулары көбінесе кондиционерден болады, суық климат ауыстыруынан. Пайғамбарымыз басқан жерге келіп, Алланың үйіне келгеннен кейін бәрі қобалжумен де, содан кейін көбінің сол қан қысуының көтерілуі, сол негізгі жүректің мәселесі сол қан қысуы болып жатыр. Сол жағынан көп көмек көрсетіп жатырмыз. Төбесі жабық шүберек шатырлардың бірінде уағыз насихат жүргізілсе, енді бірінде ақсақалдар алқалы маслихат құрды. Ел қамын ойлаған ел ағалары қасиетті Арафа күнінде де ең алдымен елдің мәртебесі жайлы талқылауды жөн санағанға ұқсайды. Саммиттің бүкіл дүние жүзінің президенттерінің бұнда қатынасуы бүкіл тарихта екінші рет қана. Оны ұйымдастырып отырған міне біздің елбасымыз, ата-бабаларымыз баспаған жерде. Яғни соны ұшақпенен сонша алыс жерден келіп, бұны құлшылық жасап жатырмыз. Қажылық әзір жақсы өтіп жатыр. Мынау Минадан бүгін таңертең келіп түстік. Алланың қасиетті жері Арафат алаңында отырмыз. Енді кешке дейін осы құрметте болып, Алла тағаладан тілегімізді тілеп, Алла қуат беріп, күннің ыстығы бізге әсер етіп жатқан жоқ. Тілек тілеуге Алладан дайынбыз. Алдымен Аллаға мың бар шүкір айтамыз. Бізді осындай қасиетті жерге жеткізгеніне, осы жерлердің суын ішіп, тұзын жеп, осы жерлердің тұпырағы бөленіп, сондай бір керемет жерлерде, қасиетті жерлерде қажылық жасап жүргенімізге қуаныштымыз. Алла Тағала тілегеніңді берем деп уәде еткен күні, уәде еткен жер екен. Осы жерге келіп қазір дайындалып отырмыз. Алладан қанша неміз болса соны тілейік деп. Өмір бойғы арманым еді осы қажылыққа келу, Алланың үйіне қонаққа. Сол сәтін салып, биыл соның сәт түсті. Әсерім керемет, өмір бойғы көргенімізден артық болып тұр. Астананың ызғарлы күзгі суығынан шыжыған жазға түскен жерлестеріміз жаратқанның даналығы мен шеберлігіне деген таңғалысын қайталаудан жалықпады. Өйткені қышөлді аймаққа жататын қасиетті мекен әлемнің ең ыстық жерлерінің бірегейі.
Қасиетті Меккеде жылдың ең төменгі күн райы +10 градус жылы, ал ең жоғарғы орташа температура +50 градус Цельсия. Ал жылдық орташа температура +31 градустың төңірегінде, ал әлемдегі ең ыстық нүктенің жылдық орташа градусы +34 градус Цельсияны құрайды. Қалай дегенмен, ихрам киген ағайын құлшылыққа қолайлы күннің райына қуанышты. Қазақстаннан қараша айынан қыстан келіп отырмыз ғой. Ал енді мынау Алланың құдіретімен келіп отырған жеріміз шілде қыс болмайтын жер. Сондай рақат екі парақ ихраммен ақ біз тоңбай осындай мына рақат күйге кесіп жатырмыз. Осының өзі Алланың құдіретін дәлелдейтін бір керемет қасиет деп ойлаймын. Аллаға мыңда бір рахмет деймін, осындай бізге жағдай жасап, осындай керемет құдіретінің күшін көрсетіп жатқанына. Біздің Астанамызда қазір суық еді. Онда 20 градус суық болып тұрса, қазір мінекей Алланың құдіретімен біз жер 40 градус ыстықта отырмыз. Теріміз шығып, сондай ыстықта соған таңғалып отырмыз. Жалғыз ол емес, мысалға Алланың құдіретінің тағы да бірі, мысалға 24 сағат үзіліссіз азан айтылып тұрады екен жер бетінде. Өйткені сынау шығыстан басталған мұсылмандар мекеніндегі азан батысқа, күн батқан жаққа барып, қайтып айналып шыққанға дейін күннің бағытымен азан айтылып отырады ғой. Демек, Аллаға мадақ, Алланың аты жер бетінде тоқтаусыз айтылып жатыр деген сөз. Тура сол сияқты Аллаға деген құлшылық. Мұсылмандардың осы жылдың белгілі бір уақытында Алла өзі бұйырып, Зүлхижа айының 8-нен басталатын қажылық парызы жылда тоқтаусыз өтіп жатады. Қажылық жылдың қай уақытына келсе де, дәл сол өзі көрсетіп бергендей, жаңағы 2 метр мата беліңізде, 2 метр мата иығыңызда жүретін ауа райының жағдайы сәйкес келеді деген сөз. Аллаху акбар, Аллаху акбар, акбар, акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Мінекей, көптен күткен ең маңызды сәт, дұғалардың қабыл болатыны Алла тарапынан уәде етілген қасиетті Арафа күніндегі дұға тілек жасау сәті де таяп қалды. Қажылық өтеушілер ең алдымен бір азанмен бесінме екінті намазының парыздарын 2 ракағаттан қысқартып, бірінен кейін бірін оқыды. Саламу алейкум ва рахматуллах. Саламу алейкум ва рахматуллах. Жолбасшылар бесін намазының уақытынан бастап күн батқанша жасалатын өте маңызды құлшылықтың мәнін қайта пысықтауға тырысты. Ондағы мақсат кез келгенге бұйыра бермейтін қажылықтағы ерекше нығмет мүмкіндікті жіберіп алмау еді. Біз 2 намазды қосып оқыдық. Сол 2 намазды қосып оқудың да өзінде үлкен хикмет бар. Дұғаға берілу, дұғаны көбірек жасау, және сол дұғаны үзбеу. Сол себептен де парыз болған намаздардың өзін мүмкіншілігіміз бола тұра, Пайғамбар алейхиссаламның жолыменен біз қосып оқыдық. Сондықтан мінекей күн қандай тамаша. Астымыздан сыз өтіп тұрған жоқ, үстімізден күн өтіп тұрған жоқ. Жуымсақ жылы су, ішсек сусын, сондай Алла тағала мархаматын төгіп тұр. Алдымызда құбыла, жүрегімізде иман, екі алақанымыз жайып Алладан не тілесек, тілегімізді беретін күн осы. Қазақстаннан осы топты ұйымдастырып, жинап алып келіп өшірге сонша 20 күннің ішіндегі ең негізгі күніміз осы күн. Бүкіл бар күш-жігерімізді осы күнге дайындап келеміз да, Аллах Тағаланың осы күнге берген жеңілдігімен бесін намазын 2 бас оқиды, сосын барып артынан 2 бас асыр намазын оқып, сонымен күн батқанша уақытын бәрін тек қана немен өткізеді? Құлшылықпен, дұғамен өткізеді. Тек қана Аллах Тағаладан өмірдегі болып жатқан өзіне керекті тілектерін, пайғамбарымыздың сүннетіндегі дұғаларымен Аллах Тағаладан сұрап, өзіміз жаңағы тәжірибемізде осы неше жыл қажылық ұйымдастырып жүрген болсақ, адамдардың кейін қажылық бітіп, арадан 3-4 ай, 1 жыл, жарты жыл өтіп жатқаннан кейін адамдар болды, өздерінің шешілмей жүрген мәселелерін шешіле бастағаны. Осы Арафатта онда жасалған дұғаның себебімен, берекесімен Аллах Тағала олардың дұғаларын қабыл етіп, сондай жәндегі мүмкін емес жағдайлар болып жатыр да. Арафат деген дала екен. Мен соны білдім. Ал
Арафат тауы деп жүргеніміз ол бір кішкентай ғана төбешік 3 миллион 4 миллион адам сыйғызу мүмкін емес. Сондықтан осыншама келіп жатқан мұсылмандардың қауіпсіздігін ерекше ойлаған жаңағындай далаға шыжыған күннің астында 45 градус ыстықта, бұл енді қыс айларында, жаз айларында қажылыққа келіп жүрген кездерде 50-60-қа дейін баратын шығар. Адам ниет қылып келгеннен кейін Алладан дұға тілеп, өзімнің осы өміріме, еліме, жеріме, тағдырыма, әулетіме, туысыма, дос-жараныма, бала-шағама, отаныма жақсылық тілеймін, дұға тілеймін деп келген адам, мына жақтағы өтіп атқан көліктің дыбысы, ана жердегі біреудің айғай шуы, не болмаса қыбыр-сыбыр, темірдің тасыр-тұсыры, оның бәрін адам оған жаңағы көңіл бөлем деп келмейді. Бұл жерде тек бір ғана Алланың алдында өзінің құлы зерлеп отырып, дұға тілеу үшін келіп отқан адам, ананың ешқайсысында байқамайды екен. Мен міне соны сездім. Дұғасы қабыл болмайтын адамның жоқтың қасы. Барлығының дұғалары қабыл болады. Я бұл дүниеде, я табан астында тез қабыл болады, немесе уақытымен, я асықпай қабыл болады, немесе бір басына келеді деген бір бәледен сол дұғасын өзі сақтап қалады, немесе сауап болып қиямет күні келеді. Түндердің ең абзалы, жыл 12 айының ішіндегі ең абзалы қадір түні жасалынған дұға. Ал күндердің ең абзалы жыл 12 айындағы Арафат. Бәрі бір тәртіппен, бір ережемен, бір киіммен, екі ақ мақтауын байы болсын, патшасы болсын, кедейі болсын, қандай болсын, Аллах Тағаланың алдында бәріміз бір екемізді көрсету үшін Аллах Тағала ертең қиямет күні бәрін бір мақшарға жинап, бәрінен бір мезетте сұрайтын туралында бір ескертулері сияқты. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын хадисі. Алла басқа күндері тозақ отынан дәл Арафа күніндегідей көп адамды құтқармайды. Алла Тағала періштелеріне сендермен мақтанады. Одан кейін Алла Тағала олар нені қалайды дейді. Пенденің жасай берген дұғасын қабыл қылу шарт емес. Ол мүмкін қабыл болмаса, мүмкін ықыласы кем болған шығар, ықыласында нұқсан бар шығар, нұқсандық. Немесе жаңағы әрекетінде, немесе сосын дұға жасаған кезде үлкен сенім болу керек та, Аллах Тағала жаратушы, Аллах Тағала қабыл етеді деген. Мүмкін сондай бір кездері әлсіз болған шығар. Сол себеппен Аллах Тағала оның дұғасын сол кезге қабыл қылмай, кейінге қалдырған болуы да мүмкін. Кейде бір адамдар өзіне бір дұғаны тілеп жатып, Аллах Тағала егер оны бермесе, мүмкін оған берілмегені қайырлы шығар. Тілеп жатқан нәрсесі болмай қойған қайырлы шығар. Аллах Тағала жоқ нәрсені білуші, болмаған нәрсе қалай болса егер, қалай болар еді дегенін білетін Аллах Тағала даналық Хаким есімінің сипатына байланысты оның басқаша шешілгенін қалаған шығар. Арафа күнінің қасиетін анық сезінген жандардың бірі Орал қаласының тұрғыны Роза Бекішқызы. Жолдасымен бірге қасиетті мекенге ең алғаш 2005 жылы келген Роза ханым қасиетті қалаларды көріп топырағын басу үшін Алла Тағаладан тағы да қажылық нәсіп етуін тілеген. Енді әркім мұсылман жүрегі Меккеде ғой, Кабада. Екінші рет келіп тұрғанымыз, альхамдулилля, Алла Тағала жол ашып кетіп, әйтеуір Аллаға шүкір. Сосын енді жолдасым алып келді, енді жалғыз өзім келе алмаймын осындай алыс жолға. Альхамдулилля, ниет жасап, сондай көптен бері жүрегімізде ұстап, сөйтіп ниет жүрген едім. Екінші рет енді уже былай сезесінде қиындық болатын. Дегенмен бәрібір енді Аллаға сену керек қой. Аллаға сенсеңіз, Аллаға тәуәккүл етсеңіз, бәрі де болады. Ал отбасы қуанышына себепші болған отағасы Сәкен Ермашев мырза қаржылай мүмкіндігі болған сәттен көпшіліктің көңілінен шыққан Хикмет қажылық компаниясына құжат тапсырған. Өйткені ол қажылық уақыт күттірмейтін ұлы құлшылық дейді. Бірінші 2005 жылы балам үшеуміз қажылыққа келгенбіз. Альхамдулилля, содан кейін осы басқа өмірімізде өзгерістер көп болды. Әсіресе мынау жүрегімізде рухани өзгерістер болды. Содан бері осы қайтып осы солай тартылып тұрады осы қасиетті жерге Кабаға келуімізге. Соған бүгін енді Алла Тағала біздің жолымызды ашып, осы биыл 2010 жылы тағы да келіп тамаша иншалла Алла Тағала осы мына осы жерде қасиетті жерде көптеген жер жүзінен келген мұсылмандармен кездесіп, ислам жөнінде, иман жөнінде білім алып жатырмыз. Арафат тауында тұрмыз. Bütün мұсылмандардың қажылықтарын қабыл алсын. Алла Тағала елімізге тыныштық, bütün халқымызға бірлік, елбасымызға амандық берсін бәріне. Ата дінімізбен ауызша емес қасиетті Құран мен хадистер арқылы
сенімді кітаптар арқылы таныстым деген Роза Бекішқызы дінімізді білім арқылы танудың маңыздылығын айтады. Сондықтан да қажылықтың мәнін жіті түсінген ол Арафа күнгі тілектердің қабыл болатындығына анық сенемін дейді. Әрине, қабыл болды, машалла. Өміріміз тіпті туған кезіміз мұсылманбыз ғой енді былай. Бірақ бисмиллядан басқа көп ештеңе білгеніміз жоқ. Сосын енді әрбір нәрсені жасасаңыз да оған білім керек. Сондықтан мысалы жалпы мұсылмандар білім іздеу керек. Имамдарға бару керек, мешітке бару керек, сонда білім алу керек. Әрине, бірінші келгенде қиындықтардан қорықтым. Мына екінші келгенде енді тек Аллаға сендім. Қиындық болайын деп тұрған жерден бір Алла тағала бір жол аша қояды. Бір Алланың енді құдіреті сол. Ол түсінген кісіге енді маған өзім көзім жетті. Күн батардың алдында дұғаларын өте жақсы қабыл алады дейді. Сондықтан бұл жерде енді барша ойымыздағы, жүрегіміздегі дұғалардың бәрінен де сұраймыз Алла тағаладан, тілейміз осы елімізге тыныштық, тағы айтатын. Сонда әлде де бізге осы Қазақстанға имандылық берсін деп айтамын. Сол иман жолында жүрсе, иншалла біздің Қазақстаным гүлденеді. Қасиетті Арафа күнгі алтын күнде ұясына қонды. Қажылықтың көші ұлы құлшылықтың маңызды баспалдағынан келесі сатысына өтті. Күн батысымен қажылық өтеушілердің бір бөлігі тәлбие айтып, Арафаттан Минаға қайтатын жолда 4 шақырымдай жердегі Муздалифаға бет алды. Автобусқа отырған біздің топ та жарты сағат болмай Муздалифаға жетті. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Муздалифаға келген бойда азан шақырылып, жұртшылық ақшам намазының парызынан кейін бірден құптан намазының парызын 2 ракағат етіп қысқартып оқып, артынша демалды. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, Муздалифаға келіп түнегендіктен бұл жердегі құлшылық та сүннетке сай болу керек. Ал күні бойы тілек тілеп, маңызды құлшылықты өтеген ағайынның арасынан шаршау емес, ерекше шаттық пен қуаныш байқалады. Жағдайымыз жақсы, алхамдулилла. Мінекей қажылықтың ең үлкен тірегі болған Арафатта отыруымызды бітіріп, абыроймен қайттық. Муздалифа деген жерге келіп отырмыз. Ертең таң намазын оқыған соң Мина деген жерге барамыз. Қазақстана келген бәрі аман есен, дені сау, қажылық жасап, шаршамай, жақсы денсаулықтар жақсы жүріп жатыр. Бізге көрсетіп жатқан Арабстанның қызметіне көңіліміз толады. Рахмет бұларға, бізге жақсы қарап, жақсы жасап жатыр. Іс жерде кемшілік жоқ, кідіріс жоқ, уақытында жүріп тұрып жатырмыз. Бұл кез келген пендеге бұйыра бермейтін бір керемет күннің бірі. Қажылығымыз шамамыз келгенше қателік жібермей, қажылық нені талап етеді, солай орындап жатырмыз деп ойлап жатырмыз. Алла қажылығымызды қабыл етсін. 5 парыздың бір армандаған бір парызымыз еді. Міне сапарымыз түсіп, осы қасиетті Мекке жеріне келдік. Сонда бір жақсы жайда жатырмыз өзіміз. Дінімізде дұға тілектің айрықша көбірек қабыл болатын сәттері, уақыттары белгілі. Соның ішінде Муздалифада, яғни Машхар әл-Харамда тілеген тілек. Осыдан хабардар ақжаулықты аналарымыз бірден ұйқыға кетпей, алақан жайып Алладан ең ізгі тілектерін тілеп дұға жасауда. Ал енді бірі ертеңгі шайтанға лақтыратын тас жинады. Алла бәріңізден разы болсын. Қазір ғана біз Арафаттан келдік. Арафатта мына біздің ең дұғаларымыз қабыл болатын жер ғой Арафатта. Сол жерде дұға жасап, Құран оқып, бүтін Қазақстандағы елдерімізге дұға жасадық. Алла осы жерге келе алмағанда Аллаға нәсіп етсін, осы келіп қайтуға. Осы мінекей Алла бізге нәсіп қылды. Осы келдік, Арафатқа келдік, дұға жасадық. Қазір міне Муздалифада тұрмыз. Шайтанға тас жинап жатырмыз. Ертең барып шайтанға тас лақтырамыз. Бұның өзі өте рахат дүние. Бұл деген нағыз адам өзінің басынан бар қиыншылықты өткізбей, ол қажылықтың шарттары орындалмайды деп ойлаймын. Бұл қасиетті жерге келіп, табанымыздың тиіп, топырағын басып, жүріп, осындай жерде жату біз үшін үлкен бақыт болып тұр. Ол енді ерекше. Ол ерекше. Минаның шатыры керемет. Үлкен бір жаңағы 5 жұлдызды қонақ үй сияқты. Одан бір жарты күн ғана болсақ та, Арафаттағы шатыр
асты құм топырақ болғанмен үсті әйтеуір жабық қой. Ал енді одан кейін Муздалифа қандай болады деген кезде бізді бір таудың етегіндегі топыраққа алып барып мысалға орналастырды. Шынын айтайын, енді Құдайға шүкір осынша жасқа келіп, ортамыз бар, абырой беделіміз бар деген сияқты. Елде жүрген кезде ашуымыз мұрнымыздың ұшында жүретін, көп нәрсені көтере алмайтын, бірден шымбайымызға тиіп кететін, бірден ашу шақырып, жұртқа ақыл кеңес айтып, мынау неге бұлай болған, мынау неге бұлай болған деп, бірден қыз балыққа салынып кететін мінездің қайда кеткенін мысалға өзің сезбей қалады екенсің. Алла тағала пенделерінің жүрегіне соншалықты сабырлық, шыдамдылық, бір-біріне деген мейірімділік салып қояды екен. Айтып жеткізгісіз, өйткені тек бесін уақытынан 5 сағат бойы тікемізден тік тұрып, бірде отырып, бірде тұрып, тек Аллахтан дұға тіледік. Иншалла, Алла бүгінгі сол қажыларымыздың, қазақстандық қажылардың, бүкіл келген осы қажылардың Аллах дұға тілесін, қабыл етсін деп айтамын. Енді ол жерде барымыз алақанымыз жайып тек өз басымыз үшін сұрағанымыз жоқ. Жаңағы айтқанымыздай еліміз үшін, жеріміз үшін, қазағымыз үшін сұрадық. Ел басында жүрген ағаларымыз үшін дұға тіледік. Және де өзіміздің қазақ тіліміз үшін дұға тіледік. Және де іні қарындастарымыз үшін, дініміздің қуаттана беру үшін дұға тіледік. Алла иншалла сол барлық қажыларымыздың дұға тілегін қабыл етсін дейміз. Елге есімі танымал азаматтардың бірі Ұлан Әділжанұлы Алла алдындағы 5-ші парызын өтеу үшін 4-5 жыл бойы мұқият дайындалған. Өйткені Алла тағала адам жүрегіндегі иманға назар салатын болса, ал иман мұсылмандық парыздарды орындаумен орныға түспек. Сондықтан қажылық адам баласына бір рет парыз болғандықтан, берілген мүмкіндіктің бүкіл талаптарға сай өтеліп, Раббымыздың разылығына лайық қабыл болған құлшылық болуын қалаған. Ислам дегеннің бұның ішіндегі өзіміздің намазға, болмаса жаңа құлшылыққа байланысты көп нәрсенің мен қадіріне жетіп жатырмын да. Ислам 5 тіректен тұрады деген бекер емес екен. Яғни қандай да бір мұсылман болмасын, ол шамасы келсе қажылық жасау керек. Өйткені қажылыққа келген кезде көп нәрсені көзіңмен көресің, пайғамбарымыздың жүріп өткен жолдарын көресің, көп әсер аласың дегендей. Сондықтан да бұл қажылықтың өзі үлкен ғибадат, қажылықтың өзі адамға үлкен бір шүкіршілік, тәубеге келу. Иншалла енді Алла осы қажылардың бәрін дұға тілегімізді қабыл етсін. Ертең алдымызда тағы жамарат тұр, оның кейін тағы да тәуба ету тұр деген сияқты құрбандығымыз тұр. Мына мерекеміз құтты болсын, ертең айт мерекесі келіп жатыр. Барша өзіміздің қазақстандықтарды, еліміз, жұртымызды осы айт мерекесімен құттықтаймыз. Өз басын ғана емес, бүкіл елдің қамын күйттеген азаматтарымызға Алла разы болсын дейміз. Осындай ұлы құлшылықты атқарған қажылық өтеушілер Муздалифаға түнеп, таң намазын оқығаннан кейін құрбан айт күні қайтадан тәлбие айтып, Мина аймағына беттеді. Тәлбие айтуды олар алғашқы шайтанға тас лақтырудан кейін тоқтатып, ары қарай Алланы ұлықтайтын тәкбір айтуды күшейтеді. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك